Сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ мен не үйрендім. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Суретке қарап, сөз жұмбақты шешеміз. Суретте балалар топ, үй, дәптер, күнделік, кітаптың суреті бар, я? Балалар сөз жұмбаққа қараймыз. Топ, үй, кітап. Ары қарай балалар өздеріңіз шешесіздер. Оқы, қайтала. Әлібектің үйі театрдың жанында. Үйіне театр жақын, мектеп үйіне алыс. Сашаның үйі дүкеннің жанында. Үйіне дүкен жақын, мектеп үйінен алыс. Әнелдің үйі мектептің жанында. Үйіне жақын. Саябақ алыс. Аннаның үйі балалар ары қарай өздеріңіз жалғастырасыздар. Жазылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Сенің үйің ненің жанында? Сенің үйің мектеп, дүкен, театр, саябақтың жанында. Сенің үйіңе не жақын? Сенің үйіңнен не алыс? Менің үйім мектептің, немесе дүкеннің, театрдың, саябақтың жанында. Менің үйіме жақын. Менің үйіме алыс. Балалар, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.